аткандагы сезимдер башкача болот. Sen аттын үстүндө чаап баратканда өзүнчө бир канат байлап учуп бараткандай сезилет. Атты чаап алдыга озулуп чыккан кезде аркап бетине шамал урганда көзүң жашка толуп, мончоктун деми менен туягынан дүбүр. Хотя само время неизмеримо и не может быть остановлено ни на мгновение, фотография, кинопленка все же как бы останавливает его, запечатлевая для нас и потомков наших образ времени. Максатты койгон кишилер эч качан жалкоо болушпайт. Максаты жок иленди жалкоонун санын толуктайт. Багыты жок андайлар баштарын эч бир оорутпайт. Жүрөктө жалын барында жүгүрүп бутун жоорутпайт. Карылык каршы жеткенде кайран жаштык өткөндө кайгырып ыйлап соолуктайт. Убакыт созбой эмгек кыл ушул кезертең жолукпайт. Көтөр кане басыңды. Күніңді босқа өткізіп бедің, тағдырың неге сұрайды сараң, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп? Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікте ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп? Кім айтты саған? Тоқырау білмес айбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы. Бетіне жиған ұятты, әйтсе де ол кейде кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте осы баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар. Жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, жанын сап қорғайтындар бар. Қиналып бекер алаңдадың-ау, ойыңды шығар өріске, өзің ағайтшы ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше.